берілген теңсіздікті шешейік. Бұл жерде пропорция сияқты теңсіздіктің екі жағында 7-ге көбейтеміз. 2х минус 1 бөлінген 7 кіші болмаса тең 21 бөлінген 7. Бөлімдерін бірдей ортақтарына келтіріп алып. Енді бөлімдері екеуде болса, бөлімдері бірдей болса, қайсы өлшектің бөлімі ағымы үлкен болса, сол өлшек үлкен болады. Сонда 2х минус 1 кіші болмаса тең 20 деген мәнді теңсіздікті аламыз. Бір теңсіздіктің екінші жағына шығарамыз. Сонда 2х кіші болмаса тең 22-ден 2х кіші болмаса тең 11-ден болады. Жауабы минус шексіздіктен